Фармакокинетиканың екінші бөліміне келдік. Бұл жерде біз транспорттық жүйені алдыңғы сабақта талдаған болатынбыз. Енді қорытындылай келе, қандай тағы да бізде ақпараттар бар. Жаңа ақпараттар бойынша, бұл жерде активті транспорт бойынша статьяларда осы екі негізгі активті транспортты көрсеткен болатын. Бұл біріншісі PGP, немесе ол MD1 деп аталады. Бұл АТФ-ке тәуелді транспорттардың бірі. Және екіншісі OCTP. Аталған екі активті транспорт төмендегі көрсетілген ағзаларда орналасады. Соның бірі ішекте, эндотелиде, бүйректе және гепатоциттерде. Соңғысы қызықты мәліметтер бойынша бұл ісік жасушаларының таралуына аталған екі активті транспорт көмектеседі екен. Сәйкесінше активті транспорттың клиникадағы бізге деген маңыздылығы өте жоғары. Соның бірі онкологияның дамуына да өзіндік бір патогенездік бір роль атқарады екен. Енді келесі қорытындылайтын схема бұл жерде бізде негізгі көрсетілген жаңағы транспорттық жүйе, бұл жаңағыда диффузия, каналдар, белок переносчиктер немесе пеноцитоз. Ары қарай кетейік. Енді бізде абсорбцияға байланысты клиникалық фармакокинетикада бірнеше айтылатын заң бар. Соның бірі бұл Фиг заңы. Фиг заңы дегеніміз бізде абсорбцияға әсер ететін факторлардың жиынтығын айтатын заң болып табылады. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай суретте дәрілік препарат жақсы сіңу үшін бірінші керек нәрсе бұл бізде ауданы, бетке ауданы деп айттық алдыңғы сабақтарда. Яғни мына суретте көрсетілгендей, бұл бізде мембрананың бетке ауданы. Егер мембрананың бетке ауданы көп болған сайын, сәйкесінше дәрілік препараттың сіңуі де өте жақсы жылдам жүреді. Екінші момент бұл молекуланың көлемі. Егер дәрілік заттың молекуласы кіші болатын болса, онда сіңірілу деңгейі де өте тез болады. Егер де дәрілік препараттың молекуласы үлкен болатын болса, онда дәрілік препараттың сіңуі өте баяу жүреді. Енді сұрақ туындайды, қандай дәрілік препараттардың молекуласы кішкентай, қайсысында үлкен? Көптеген дәрілік препараттар 90% жағдайда молекуласы өте кішкентай болып табылады, чтобы жақсы сіңіру үшін. Ал енді үлкен молекулалар көбінесе биологиялық гендік инженериядан алынған препараттар болып табылады. Ол көбінесе аутоиммунды ауруларда, онкологияда қолданатын препараттарда молекуласы үлкен болып табылады. Фиг заңы осы факторларды айтады. Енді дальше кетейік. Дәрілік препараттың сіңіруіне тамақ әсер ете ма деген сұрақ туындайды. Бұған арнайы көптеген статьялар бар, зерттеу әдістерде тамақ эффектісі деген бір феноменді айтқан болатын. Бұл тамақ эффектісі не туралы айтады? Мына жерде диаграммада көретін болсақ, ашық көк түсте бұл таңғы аспен ішкен дәрілік препараттың сіңуі, және де көкбілдір түсте, былайша айтқанда, қаралау көк түсте боялған бұл аш қарынға дәрілік ішкен препарат. Енді қайсысы тез сіңіріледі? Бұл жерде өте қызық жайт орын алған. Бұл таңғы аспен бірге ішкен дәрілік препараттар жақсы сіңеді. Әлбетте, әрбір дәрілік препараттың өзінің бір қойылған талаптары бар. Кейбір дәрілер аш қарынға ішкен дұрыс, кейбір дәрілерді осы тоқ қарынға ішкен дұрыс. Бірақ та орта есеппен айтатын болсақ, егер тамақтың майлылығы жоғары болған сайын, оның сіңірілуі де өте жоғары болады. Неге? Өйткені біздің мембранамыз өзі майлы заттардан тұрады, фосфолипидтен, арахидон қышқылынан. Сәйкесінше мембрана, барлық ағзаның мембранасы бізде майлы липофильді молекулаларды жақсы өткізеді. Сол себептен де таңғы аста егер де майлы тамақтар болатын болса, онда дәрілік препараттың сіңуі деңгейі өте жоғары болады. Бұл ақпараттардың барлығын PDF форматта біздің Telegram каналымызда алсаңыздар болады. Бұл біздің видеоның астындағы сілтемеде болады. Содан өтіп кірсеңіздер нұр үстіне нұр болады. Енді келесі нәрсе бұл ионизация деп аталады. Яғни молекулалардың екі түрге жіктелген бұл жерде. Бұл ерітілген молекулалар және ерітілмеген молекулалар. Бізде мынандай сөз бар: полярлы емес заттар тез абсорбцияға ұшырайды. Яғни бұл жерде ионизация немесе полярлығы деген сөз, бұл жаңағы айтып кеткендей
молекуланың липофильді ма немесе гидрофильді ма екенін көрсетеді. Полярлы емес заттар тез абсорбцияға ұшырайды деген сөз, яғни полярлы емес деп бұл жерде липофильді заттарды айтып тұр. Майлы заттар, яғни тез абсорбцияға ұшырайды. Енді осы жерде мынандай клиникалық фармакологияда Гендерсон Гиссельбах формуласы көрсетілген. Ол яғни ПК минус PH тең логарифм диссоциацияланған дәрежеде көрсетілген. Бұл формуланың негізгі мағынасын қазір біз сызба нұсқада көрсететін боламыз. Ал енді достар, Гендерсон Гиссельбах формуласына қарайтын болсақ, бұл жерде бізде екі бөлімге бөліп қарастыруға болады. Бұл жерде ПК дегеніміз бізде дәрілік препараттың былайша айтқанда қышқылдық дәрежесі. PH дегеніміз біздің ағзадағы қышқылдық көрсеткіш. Осы екі есептің алынында бізде логарифмнің белгілі бір заттардың ыдырау дәрежесі көрсетіледі. Бұл формула немесе бұл формуланың біздің мағынасы клиникада қаншалықты маңызды деген сұрақ туындайды. Өте жеңіл жауап. Мысалға, бізде осы формулаға сәйкес феномен бар. Ол феноменді қақпа феномені деп жазуға болады. Қақпа феномені. Қақпа феномені дегеніміз не? Мәселен, асқазанды сызатын болсақ, осы асқазанның ішінде бізде, допустим, бір науқас аспиринмен передозировкамен түсті деп алайық. Мына аспирин. Аспириннің яғни констанциялық ортасы бізде қышқылдық болғандықтан, ол қышқылдық ортада жақсы сіңеді. Осы Гендерсон Гиссельбахтың айтқысы келгені осы. Егер де препарат қышқыл болатын болса, онда ол қышқылдық ортада жақсы сіңеді. Сәйкесінше асқазанда бізде аспирин, яғни ацетилсалицил қышқылы жақсы сіңеді. Өйткені оның асқазанның pH мен аспириннің молекулярлық ортасы қышқыл. Сәйкесінше екеуі де бізде ыдырауы тез болады деген көрсеткіш. Ал енді біздің жағдайдағы науқас 10 таблетка аспиринді ішті. Оның 10 таблеткасы асқазанға түскен кезде абсорбциялық дәрежесі арта бастайды. Себебі жаңағыда айтып кеткенде асқазан қышқыл, аспирин қышқыл тез сіңеді. Енді біз не істеуіміз керек? Ол үшін біз қақпа феноменін Гендерсон Гиссельбах формуласын есептей келе біз науқасты құтқарып алуымыз керек. Ол қалай? Біз асқазанның pH-ын былайша айтқанда өзгертуіміз керек негіздік ортаға. Ол үшін біз магний гидроксидін береміз. Сол кезде бізде науқасқа магний гидроксидін берген кезде бізде асқазанның pH-ы төмендемей, керісінше арта бастайды. pH-ы артайды. Сол кезде бізде осы жерде орналасқан ацетилсалицил қышқылы, яғни аспирин дәрілері сіңірілуі, абсорбциясы жоғарыламайды, керісінше төмендей бастайды. Себебі Гендерсон Гиссельбах формуласын айтқан, дәрілік препарат жақсы сіңу үшін орта мен дәрілік препараттың өзіндік ортасы тең болу керек. Бізде қандай жағдай орын алды? Аспирин қышқыл, бірақ біз асқазанның pH-ын өзгерттік, негіздік ортаға жақындаттық. Сәйкесінше абсорбциялық дәрежесі төмендей бастайды. Соның нәтижесінде біз қақпа феноменін орындадық. Қақпа феномен деген сөз дәрілік препаратты буферлік қақпаға салып қойдық. Ол сіңе алмайды. Сәйкесінше біз науқасымызды осылайша құтқарып алсақ болады. Сол себептен де фармакокинетиканың клиникаға деген өте орасан пайдасы бар екенін осы жерде түсінсек болады. Ал біз ары қарай жылжимыз.